Мұса 10 заң мен басқа ережелерді Құдайдан алып, таудан түскен кезде израильдіктер алтын бұқа жасап, оған табынып жатқан еді. Соны көрген Мұса қатты ашуланып, Құдайдан алған тас тақташаны лақтырып, сындырып тастады. Алайда өзін басып, израильдіктерді кешіруді Құдайдан сұрап дұға етті. Содан соң Құдай Мұсаны қайтадан шақырды. Мұса 2 жаңа тақташаны алып, тауға шықты. Мұса 2-ші рет тауға шыққан кезде, Құдай бұрынғыдан басқа сөзбен оны қарсы алды. Құдай мейірімді де қайырымды, тез қаһарланбайтын да, өте рақымды. Құдай әрдайым сөзінде тұрады. Ол берік мейірімін мыңдағандарға танытады. Өзіне қарсы шығып, теріс қылықтарды жасаған күнәқарды да кешіруге дайын тұрады. Ал қасарысқанды жазасыз қалдырмайды. Аталарының теріс қылықтары үшін жазалайды. Балалары мен немерелерін, тіпті шөберелері мен шөпшектерін деді. Тауға 1-ші рет шыққан кезде Мұса Таурат заңы мен киелі шатыр туралы естіген еді. Енді осы жолы Құдай Мұсаға тас тақташаға қайтадан 10 заңды ойып жазып, өзінің қасиеттері туралы білдірген еді. Құдай өзінің мейірімді де қайырымды екенін және күнәні соттайтын Құдай екенін айтты. Біз сенім өмірін киелі шатыр немесе ережелерді орындау мен сүру керек сияқты көрінсе де, шындығында Құдайдың қасиеттерін білу одан да бетер маңызды екенін айтқан шығар. Мұса тауға 1-ші шыққанда, ол ережелер мен киелі шатыр туралы үйренген адам болды. Енді тауға 2-ші рет шыққан кезде, Құдайдың қасиеттерін сезінген адам болды. Таудан 2-ші рет түскен кезде, Мұсаның бет жүзінде бір өзгеріс болды. Сол Мұсаның бет жүзі нұрланып, жарқырап тұрған еді. Кейбіреулер Мұсаның басына мүйіз шықты деді. Сол себептен Еуропадағы кейбір шіркеулер басында мүйізі бар Мұсаның мүсінін жасап қояды. Құдаймен қайтадан бірге өткізген уақыт бойы Мұса Құдайдың бейнесіне ұқсас болған емес пе? Балалар, біз де қауымда ережелер мен сыйынудың формаларын үйреніп, соған сай мадақтап, дұға етіп, уағыз тыңдап, сенім өмірін сүреміз. Алайда бүгінгі сөз Құдайдың қасиеттерін білу қажет деп айтып жатыр. Құдайдың бізге деген сүйіспеншілігі, қайырымы, мейірімі туралы және Құдайдың күнәні жек көретінін білуіміз керек. Сөйтіп, Құдаймен бірге болсақ, біз де Құдайдың бейнесіне аздаған болса да ұқсайтын боламыз. Мұса сияқты Құдайдың нұрын көрсетіп, сонымен осы әлемді жарқырата алуымыз да мүмкін. Сондықтан Иса бізге, сендер осы әлемге нұрсыңдар деген.